сәлем, құрметті менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Айт мерекесі баршамызға құтты болып, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын, аспанымыз ашық болсын, болашағымыз жарқын болсын деген тілекпен бүгінгі мастер-классымды сіздермен керемет перденің үлгісімен бөліскім келіп отыр. Алланың разылығы үшін сіздерге бүгінгі мастер-классымды түсіруге ниет еттім. Қабыл алыңыздар. Ал кеттік. Бүгін мінекей осы стаканчик перденің қалай тігілуін сіздерге ұсынамын, қыздар. Мінекей қараңыздар. Өте керемет болды. Мінекей маржан тастарымен әдемілеп тігіп шықтым. Оның барлығы мастер-класста көрсетілген. Соңына дейін көріп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, қандай әдемі тігістер шықты. Қалай бұндай нәтижеге жететінін де барлық құпиялармен сіздермен бөліскемін. Осындай әдемі екі комбинированный дейді ғой, комбинацияда бежевый золото и көк цветпен, көк түсті мрамор матадан спальный бөлмеге осындай керемет пердені тіктік. Және де тюлі мынандай восточный узор дейді, қазір хит болып жатыр, білесіздер. Бұл тюльдің де лентасын қалай тіккенімді барлығы көрсетілген. Мінекей қараңыздар, қандай керемет гармошка істедім. Мінекей бұның барлығы қалай сіз осындай нәтижеге жететініңізді менің мастер-классымда тюльдіге лента тігу деген бөлек сабағында көре аласыздар. Ал құрметті көрермендер, мен мына пердеме мынандай әдемі енді маржан тастармен безендіргеннен кейін мына жақтан әдемі үйлесімділік болу үшін осындай базарда барлықтарында сатады, осындай әдемі держатель дейді ғой, ұстап тұратын пердемізді осыны таңдадым. Бізге не керек екенін толықтай осы мастер-класста көресіздер. Мрамор матаның бежевый мен көк түсінен керек болады, және де 4 сантиметрлік лентамен люверс лентасы керек болатын болады. Қалаған держателіңізді алсаңыз болады. Енді мен бұлай безендіргеннен кейін осыны таңдадым. Және де тюльді де қалай тігуді енді менің мастер-классымнан көре аласыздар. Бұл өте керемет жаңалық, қыздар. Мінекей құрметті көрермендер, біз мына көк мрамор матаңымызбен мына золотистый беж дейді ғой, осы екеуін қосып алуымыз керек. Өйткені біздің пердеміз екі түрлі болады. Енді осылай тіке тігіспен мінекей былай қойып алып, мінекей құрметті көрермендер, мынандай қылып өтек басып аламыз. Бұл боковой шоп дейді. 2-ге 2 сантиметрден қайтардық. Енді мінекей жоғарғы жағынан да примерно 2 сантиметр қылып қайтарып аламыз. Өтектің көмегі өте керемет, қыздар. Дәл осылай пердеміздің бүкіл ұзындығымен бірдей қылып примерно 2 сантиметрден қайтарып аламыз. 1 сантиметр жакард болғанда, қаттылау мата болғанда 1 сантиметрда болар еді. Бұл білесіздер, жаңағы мрамор матасы өте жұмсақ болады және жеңіл. Сол үшін қазір біз люверс лентасын тоқтатқанда өте қиналамыз. Сол үшін осылай қайтаруға мәжбүрміз. Мінекей мына жалғанған жерімізден де мына біздің люверсіміз. Дәл осы жерге қойып инемен тоқтатып аламыз.
төбе жағын. Қайтарылатын жері. Міне мына ұшын бұлай қаратып жібереміз. Сол кезде мына жағына түседі. Міне осылай тоқтатып аламыз. Тегістей отырып, мінекей қыздар, ақырына дейін бүйтіп жинап алдым. Тек қана төбесін және де боковой шовтарын сіздерге көрінсін деп не алдын ала өтек басып алған едім. Боковой шовтары мінекей 2-ге 2 4 сантиметр. Енді осыны дәл осы жерінен люверс немемізді бағанағыдай қылып тығып жібереміз. Енді дәл осылай қылып, қазы тіккен кезінде жиырылып қалмау үшін мына астында инелерге тоқтатып кетеміз. Люверс лентамның ширинасы 12 сантиметр, міне қыздар. Міне. Ал енді астыңғы жағынан бұлай инелеріміз қадап болған соң, машинаға мына люверсін үстін тігіп аламыз ең бірінші. Екі түрлі мата болғандықтан, міне шөрнекті ауыстырып аламыз, көк жібімізді бежевый түске. Мінекей мына боковой шовынан енді келдік. Бірден осылай боковой шовты тігіп тастаймыз енді. Мінекей мына көк жағындағы мінекей қыздар, бұлайынан тіктім. Бұлайынан, міне. Көк жіп болғандықтан, міне мына боковой шовында бесті осылай тігіп шықтым. Енді мына инелерді алып тастамаймыз. Әлі біз стаканчиктердің размерін шығарып аламыз, сосын барып алып тастаймыз. Енді етегін қайтарамыз. 4-ке 4 қылып, я немесе 5-ке 5 қылып қайтарамыз. Құрметті көрермендер, мінекей біз бәрін жалғап болғаннан кейін, мына көк матам сәл артық екен, ол ештеңе етпейді. Алдын мен золотистыге 4-4 сантиметрден бейтіп қайтарып басқан боламын. Сол үшін осымен бірдей қылып басамыз, мына көкті де. Мінекей мына жағымыз дайын, біз алдын ала дайындап алдық. Сол үшін көктен бастаймыз. Мен көгін қайтарған жоқпын, өйткені жағдай осындай біреу артық, біреу кем болып қалуы мүмкін деп ойладым. Ол рас екен. Енді дәл осылай қылып, міне сарымызды қай жерден қайтарсақ, мына бежевый түсіміз. Дәл солай қылып, бірдей қылып көк жағында қайтарып кете береміз. Көк партиерамыз біздің шетінде тұрады, қыздар. Сол үшін мен оны сәл артықтау алған болған шығармын. Не дегенмен, бірақ бәрі етектері бірдей тегіс болу керек. Мына жақтар артық кетіп жатыр, қыздар. Өлшеп алу керек. Өзі басы қайтарылса, оңай қайтарылады ізіді.
Сол үшін мен алдын ала бежевыйге басып алдым, қыздар. Көрдіңіздер ме? Қандай күшті лайфхак. Мінекей жаңа өтек басылған ізбен 0,1 шовпен міне етегін осылайша қайтарып аламыз. Міне осылай түбі осындай, етегі осылай қылып, осындай шов түседі. Қазір көк жағына барғанда тек қана астыңғы жібін көкке ауыстырып жібереміз, қыздар. Мінекей қыздар, біз екі шетін қайтарып алдық, астында қайтардық. Міне тегіс болды. Міне тігіс-тігіске түсіп тұр. Мінекей. Ал мінекей етегі дайын. Енді стаканчиктерімізді жинауға көшеміз. Люверсный лентамызды барлығын үстін тігіп шыққаннан кейін, міне қыздар, ізінен мына лентамызды 2 сантиметр төмен инемен қыстырып шығамызды, оны да үстінен бастап тігіп. Сонда міне мынандай шов болады, мына изнанкасында, мына оң жағында мынандай шов болады мінекей. Қазір астын жүреміз, болды. Мына люверсный астын жүрмейміз, болды. Осыдан кейін өлшем, жаңағы стаканчиктің өлшемін алып, диаметрімен өлшемін алып тік кете береміз. Мінекей бәрін тігіп болғаннан кейін, боковой шовтарын бәрін тігіп болғаннан кейін, қыздар, біз баяғы формулаға салып, өзіміздің стаканчиктердің диаметрімен сызып аламыз. Стаканчиктің диаметрі 15 сантиметр болды мінекей. Орта есеппен 2,90 болды ені. Біздің портьерамызды одан 140-ты алып тастадық. Солай есеппен 140 екі жағы 140 болу үшін, одан примерно 140-ты алғанда 150 шықты. 150-ді 15 диаметрді бөлсек 10 штук стаканчик шығады екен. Сонда бір жақ портьерада 10 штук, сол жағында, оң жағында да 10 штук, общий 20 штук стаканчик шығу керек. Енді солай келіп есептегенде біз 140-ты 10-ға бөлеміз. 10 стаканчиктің санына. Сол кезде 14 сантиметр. 14 сантиметр бұл әр стаканчиктің арақашықтығы болады. 14-ті 2-ге бөлгенде 7 сантиметр болады. 7 сантиметр портьерамыздың екі жағынан қалдырып кетеміз. Мінекей. Міне мен 7 сантиметр қалдырдым. Дәл осы жерді мен белгілеп сызып аламын. Енді осыдан 15 сантиметр сызып, кішкене С деген белгі. Бұл стаканчигіміздің диаметрі, содан кейін 14 сантиметр ол стаканчиктердің арақашықтығы. Міне және С 15, 14 арақашықтығы және 15 стаканчик бұл. Дәл осылай сызып кете береміз, қыздар, мінекей. Бұлайынан сызып алған соң, біз қазір мына инелерді аламызда дәл осының төбесіне бейт тығып қоямыз. Мінекей. Және де машинкаге салған кезінде міне екі инені биттестіре отырып, мына люверсный лентағының үстінен тіке сызық түсеміз. Сол кезде мынандай әдемі топ-толық стаканчигіміз шығады. Мінекей диаметрі. Мінекей қыздар, осындай стаканчиктер шығу үшін, міне қараңыздар, мына жағынан мынандай болады, міне. Қазір ілген кезде күшті керемет болады. Осылай қылып, тегіс қылып алу үшін, міне біз бағанағы инелеріміз, мына инелерді әлі алмаймыз. Міне мына инелерді алып, мына үстіне міне сызықпен қойып, міне екі инені биттестіре отырып, сәл басын шығарып жіберейік. Міне иненің дәл астынан қойып аламыз да, астын жаңа карандашты. Енді дәл осы жерден тоқтатамыз да,
қиып тастаймыз. Дайын болды. Кейін бұл стаканчиктерімізді әдемілеп безендіреміз. Оны мастер-классым соңында сіздерге көрсететін боламын. Мінекей осылай әдемі болып біздің стаканчиктерімізді қазір былайынан безендіретін кезінде өзінің қалпына келтіріп қоямыз. Міне керемет болды. Мінекей қыздар, мен осылай жинап шықтым. Біздің стаканчиктеріміз почти рюмка сияқты болып кетті, түбі. Енді осыны қалай осылай қылып жинаймыз десеңіз, мінекей мына стаканымызды осылай ғой. Былайынан битіп апарып, былайынан әкеліп, мына екеуі биттесу керек. Биттестіре отырып, тура мына тігілген жегерге дейін апарсаңыз болды. Нәтиже осылай болды, қыздар. Әдемі мрамордан стаканчиктер шықты. Хит стаканчик деп шығарсақ та болады, білесіздер, я? Мына жеріне маржан ба бір нәрсе тігіп жіберсеңіздер болады, я? Жемчуг ба? Оны болашақта көресіздер. Ал іске сәт, қыздар. Мастер-классымды соңына дейін көруіңізге тілектеспін. Мінекей стаканчиктарымыз дайын болды, қыздар. Міне былайынан осындай болады. Міне сіздерге видеоға анықтап көрінсін деп бежевый жіппен тігіп шықтым. Негізі ақ жіпті қолданасыздар. Мінекей мастер-классымызды осылай. Және мына жақтарында мінекей жемчугпен былайынан қолмен тігіп шығамыз. Былайынан екі тігіп жіберемізді. Жемчугіміз дайын. Әдемі сәнді перде болды, қыздар, спальный бөлмеге бұл.